Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 106. Vocabulary. Сәлем, құрметті оқушы. 106 беттегі өткен сабақтағы сөздерді қайталайтын боламыз. Exercise number 1. Write the names of the sports. Include the verbs. Осы суретте көрсетіп тұрған заттардың аттарын жазыңдар, және де онымен қолданатын етістікті қоса жазыңдар деп бізден сұрап тұр. Біріншісі, go swimming, go surfing, play basketball, go skiing, do judo, and go skateboarding. Exercise 2. Write the names of the clothes in the picture. Суреттегі киімдердің аттарын жазыңдар дейді. A cap, a sweatshirt, shorts, a jacket, trainers, pajamas, hoodie, jeans, a t-shirt, a skirt, boots, socks. Exercise number 3. Match the months with the seasons. Spring. The months of the spring are D. March, April, May. Summer. The months of summer are C. June, July, August. Autumn. Күз айлары бізде қайсы? September, October, November. Winter. Қыс айлары December, January, February. Spring деген көктем, summer жаз, autumn күз, winter қыс. 4. Match the pictures with the words. Сәйкестендіреміз. Сөздер мен суреттерді сәйкестендіреміз. Cloudy. Cloudy дегеніміз бұлтты күн, Cloudy, foggy, тұманды, icy, мұзды, rainy, жаңбырлы, snowy, қарлы, stormy, желді, өте қатты боран, sunny, күншуақ, windy, желді. Оларды мен сәйкестендіріп қойдым. Осыларды жазып алсаңдар болады. 5-ші жаттығуда бос орынға қоямыз сөздерді. Бірінші сөздер бізде beach, ол жағажай, desert, шөл дала, forest, орман, hill, жота, sea, теңіз, mountain, тау. Енді сөйлемдерді аударатын болсам, they are swimming in the sea. Олар теңізде. It's hot and dry. We are in the desert. Ыстық, күн ыстық және өте құрғақ дейді. Біз қайдамыз дейді? Desert, шөл далада. Let's sit on the beach and look at the sea. Жүр жағажайға отырып, теңізге қарайық дейді. It's easy to walk up this hill. It's not very high. Бұл жерге шығу, жоғары шығу сондай оңай дейді, өйткені себебі ол өте жоғары биік емес дейді. Бұл hill деген жота. There are a lot of tall trees. We are in a forest. Бұл жерде талдар өте биік екен. Біз қайдамыз дейді? Forest, ормандамыз. It's hard to climb up this because it's very high. It's a mountain. Бұл жерге өрмелеу дейді, өте қиын дейді, себебі бұл өте биік. Бұл не нәрсе дейді? Mountain деген тау. Енді 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада сөздерді қойып қойдым. Мәтінді керек болса аударып берейін. Last summer I spent 2 weeks at a summer camp in the United States. Өткен жазда мен Америка құрама штаттарында дейді, жазғы лагерді, 2 апта жазғы лагер өткіздім дейді. Summer camps are very popular there and a lot of teenagers usually go on one year every year. Жазғы лагерлар бұл жақта дейді, өте әйгілі дейді, көптеген жас өспірімдер дейді, жыл сайын осы жаққа келеді дейді. It was my first time. Мен бірінші рет келдім дейді бұл жерге. And I thought it was amazing. Мен бірінші рет келгендіктен менің ойымша бұл жер күшті болды маған дейді. I stayed in a little cabin with 4 other kids my age. Мен кішкентай кабинкада болдым дейді, өзім секілді
өзімен жасты 4 баламен бірге дейді. It was comfortable, surprisingly comfortable. Бұл сондай таңғаларлықтай неме болды дейді. Удобный дейді, ыңғайлы болды дейді. I took my computer and a camera with me and sent photos back to my parents. Мен өзіммен компьютер мен камерамды алып алғанмын дейді. Ата-анама бұны жолдап отырдым дейді, түсірген фотоларымды. We spent every day doing lots of fun activities and I was sad to come home because it was a really special holiday. Мен күнде көптеген жаттығулар жасап отырамын. Және де мен үйге қайтқаныма өте көңілсіз болдым. Үйге қайтқым келмеді дейді. Себебі бұл өте сондай керемет арнайы, өте ерекше деп айтайықшы, ерекше демалыс болды. Сонда бұл жерде мен керекті сөздерді жазып қойдым, етістіктерді. 7-ші тапсырмаға келетін болсақ, бұл жерде сөздер тұр, зат есімдер. Осылар зат есімнің көпше түрін жаз, және де бұл дұрыс па, бұрыс зат есімдер ма, соны жаз дейді. Irregular деген бізде бұрыс, regular деген ол дұрыс. Бұрыс дегеніміз қалай болады? Зат есімді көпше түрге айналдырғанда біз обычно с әрпін жалғаймыз ғой сөздің сонына. Ал бұрыс етістіктерге с әрпі жалғанбайды, бұлар түбірмен өзгеріп кетеді. Оны сендер жаттап алмасаңдар, өз беттерімен жасай алмайсыңдар. Мысалы, мән деген ер адам, мән деген адам. Ер адамға біз мәнс деп айтпаймыз, мен дейміз көпше түрі. Ол irregular, бұрыс етістік. Baby деген бала, babies, бұл дұрыс етістік, regular. Бұған с әрпін жалғаймыз, y әрпі I әрпіне айналып кетеді. Women, әйел адам, women, әйел адамдар, irregular, бұрыс етістік, бұрыс зат есім. Girl, қыз бала, girls, қыз балалар, дұрыс зат есім бұл. Child, бала, children, балалар, бұлар бұрыс зат есімдер, irregular. Person, адам, бір адам. People, көп адам, irregular, бұрыс зат есім. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.